Біз еліміздің солтүстік қақпасы Петропавл қаласындамыз. Менің артымда нөмір 28-ші жалпы білім беретін мектеп. Бұл жайлы мектеп ұлттық жобасы аясындағы өңірдегі алғашқы тұрғызылған нысан. Бүгінде жақын маңда орналасқан 3 білім ошағынан оқушылар ауысады деп күтілуде. Жалпы білім ошағының әлеуеті өте жоғары. Мектебімізде оқу кабинеттері заманауи жиһазбен жабдықталған. Сонымен қатар робототехника, алғашқы әскери дайындық, металл және ағаш өңдеу шеберханасы, хореография студиясы бар. Біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында дебат, шахмат негіздері, театр және тағы басқа үйлермелер. Сонымен қатар волейбол, баскетбол, футбол секциялары жақсы жұмыс жасайды. Мен Төлебаева Меруерт Ғалымжанқызы, 28-ші жалпы орта білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Менде 30 жылдық жұмыс өтілім бар. Сол 30 жылдық жұмыс өтілімнен 8 жыл кішкентай шағын мектепте жұмыс істедім. Бұл мектепте бізде балаларға білім беруге асхана болған жоқ, спортзал болған жоқ, және арнайы пәндерін беруге кабинеттер жабдықталмаған. Енді біздің оқушыларымызға жақсы мүмкіндік туды. Саналы білім алуларына. Бұл мектепте бізде арнайы 2 спорт залымыз бар, акт залы жақсы бар.